Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын шампиньоннан сорпа дайындаймыз. Ең алдымен пиязды төрт бұрыштап, ұсақтап турап аламыз. Артынша сәбізді теркадан майда жағынан өткізіп аламыз. Достар, менің каналыма әлі тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мен әлі көптеген пайдалы тағамдарды сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Картопты майдалап төрт бұрышты етіп тураймыз, және де осы уақытта қазанға 1 литрден асатын су құйып, қайнатып дайындап қоямыз. Енді шампиньонды да алып, бірнеше бөлікке бөліп турап шығамыз. Егер сіздерде саңырау құлақ болса, тіптен жақсы, дәмі керемет болады. Менде бүгін шампиньондар. Енді қызып тұрған табаға 1 ас қасық көхи майын қостым. Май толық ерігеннен кейін пиязды салып 2-3 минут пияз жұмсарғанша қуырып шығамыз. Енді үстіне сәбіз және де дәм беру үшін аздап чеснок қостым. Сәбізді де 1-2 минут араластырып, үстіне шампиньонды қосып, тағы да қуырып аламыз. Осы уақытта қазандағы су қайнады, аздап тұз қосып, картошка және де плавленый сырды бөлікке бөліп қостым, және қасықпен араластырып тұрдым. Енді ішіндегі сырлары толықтай еріді. Осы кезде бағанағы қуырып алған көкөністерімізді салып, 1-2-3 минут тағы да қайнатып аламыз. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте пайдалы сорпа.